Қайырлы күн қазақ елі, мен Серікгүл Сұлтанғажы. Біз бүгін бағдарламамызды Стамбулдан бастауды жөн көрдік. Теріңізде болса, Алтайдан ауған елдің қилы да қиын тағдырын осы кітапқа тайға таңба басқандай етіп жазып, қасиетті Құранды аударған қазақтың асыл ұлдарының бірі Халифа Алтай атамыз бір кездері осы Стамбулда тұрды. Осы үйде тұрды, оның ішінде осы үйде біраз кітаптарын жазды. Қазір бұл үйде атамыздың қызы Мешхур апамыз тұрады. Серікгүл, қош келдің. Екінші қабатта көтерілем, иә? Жақсы апай, қазір көтерілемін. Балаларының біразы Алматыда тұрады, біразы Стамбулда, осы көшеде бір-бірімен көршілес тұрады екен. Сондықтан біз бүгін ол кісінің балаларынан сұхбат алуға, біраз естелік әңгімелерді тыңдауға арнайы келдік. Ішке кіріп сұхбаттасып көрейік. Қайырлы таң. Қош келдің. Қош көрдік. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзің қалың жақсы. Жақсы. Bir күні айтам, бұрын біздің апаларымыз мына басына тағады ғой. Мына 100 жылдық болу керек. 100 жыл болмаса да 70-80 жыл бұрын ба, әйтеуір ол кісінің жас күнінде алса, сонда 70 жыл ол кісі қайтыс болған 20 жыл болып кетті ғой. Сонда әйтеуір жуық жақсылап қойдық. Қазақстанға көшкенде атаның киімі сонда апаман үйге апарып, сен сақтап, қыста өздерің жамылып жүріңдер деп берген. Көп киіп отыратын, чай ішкенде, таңертең чай ішкенде, қыста суықта, осы шапанмен, осының біреу тағы бар еді, ол ағамдың үйінде, бұны апа жуымай, қасиеттеп, өзің сақтап жүр деген, қыста киіп жамылып отырыңдар деп. Атаның бұрын Исі бар ма екен әлі? Әлісі болмаса да, барыпсың ойлайсың өзің. Әлі сол есімге келіп жүргім босап қалды ғой. Қанша жасқа келсең де әкенді ойлайсың. Таңертең Айман Шолпанды тыңдап тұратынбыз деп, жаңада Құранды естіп тұратын деп. Сол бір сәттерден бастайықшы, бала кезіңіз, жүгіріп жүретін кезіңіз, атамыздың дауысы. Иә, біз кішкентай кезімізде өзіміз 8 баламыз ғой. Babam tәңертен ерте тұрады. Üstünde kazak çapanı var. So çapanben aldığında rahle deyimiz Kur'an koyadığım degen ağaçtan buladı var. Namazdan keyin her gün Kur'an okuydu ғой. So Kur'an okuğanın estip oyanam. Ben de tәңертен тұрғанда so çapanlaşadı. Ben çapan işine kirem deyip oturup deyip okup oturады. Ben de son tındap kaytadan uykutaydım. Alğaç babam degende esimge geledim osu. Merhabalar. Ama beğenmiyor beni. Beğenmiyorum olur mu? Aşk olsun Ersan. Daha rahat edin oğlum. Kapatma önünü, gene de dursun üstünde. Yoldaş degen adam koy. Sol işim benim yoldaşım değil, Türkçe'de de eşim. 40 senedir beraberiz. 2 tane evladımız var. Güzel. Biri kız, biri erkek. Endi o suyda ata men birge biz üyle turmuşqa çıkpan kezimizde oturduk koy. Onda mına salon, osu jerde. Onda endi Kazakçaga katты sağınış var öküzderde. Kazaklarмен байланыш yok koy. Kazakistan'dan bir kaset kelgen, kaytıp kelgenin onu bilmeyim. Mına tiyatr, Айман Шолпан деген. O kişiler Kazakçaga zər bolgan, sağıngan kişiler, onu her gün son tındaydılar. Çay içip oturup son tındaganda hiç unutmayayım. Kayda, mına avıldın kızları kayda degen dağısıp ben oyanatım. Aynen, merhaba.
Bizim asırtағы көршіміз, келініміз тамақ пісірген тамағынан алып келеді, қалың қалай деп келіп сұрайды. Bir kişiğine kızı var, özü жұмыс істейді. Getiririm size. Қазақшаны түсінеді. Kazakistan'a selam. Бұл жерде біз Түріктің еліндеміз. Түріктен Алла разы болсын. Бәрінде бізге құшағын ашып, жақсы өзі жолдасым түрк. Сонда да өз елінді сағынады кесін. Бұл жерде ата көп уақыт өткізді. Осы үйде балаларын үйлендірді. Өзінің бауыры, баласы сияқты болған ағамыз жасатқан, өзі жасатқан осы үйде. Төбеде өзі отыратын, орта қатты осы үйде біз отырдық. Астыртта да әпекеміз отырды. Сол осы үйде 70'lerin içinde geldi o suyu ata. Buna bir bölmesinde özüm kitapxana ұқсап, Kazaklarda bir selam vereyim деген Kazakta bәрі her günde keledi. Biz үйреніп алған, kimsin demeyimiz, дереу есікті ашып, hoş geldiniz deyimiz, үйге аламыз. Атадан, ападардан үйренгеніміз со ғой. Бірінші жазған кітаптар осы үйден бастады. Бәрі миында бар екен. Қандай деймін, бұл кісі бәрін жазып отырыпты сол кезде де. Кімдің ойына келеді? Осындай адам дүзізі бір керет деген осыдан ғой деп ойлаймын, дүз жылында. Жақсы керемет бір программ болған. Bizim mına Abdülvahap Karahoca var o özü profesör. Atanı şekirtimin de Vahap hocamıza selamlar. Kendisi çok değerli bir hocamız. Vahap hoca kusura bakmasın. Kazakçamız çok iyi değil. Ben özüm Halife Altay men jaz kezimden aralastım. Men jaz vaqtimda mına köç tarixine, tilge, medeniyetke kişkene kuştar boldum. Yani o gezde bilesizler Sovet vakti oldu. Kazakistan men aralasa almayımız, bara almayımız. Kazak tarihi turalı biz özümüz jazlar ülken güçlerden okunamız. Yani Halife Altay, atamız sekildi Delalhan, Jan Altay misal için. Rahmetli Halife Altay'la 1980... Halife Altay'мен 1981 жылы Мәдениет министрлігінде қызмет етіп жүрген кезімде таныстым. Министрлік сол кезде Хalife Altay'дың «Ата жұрттан ана жұртқа» атты кітабын басып шығаруға дайындап жатқан болатын. Бұл кітап 1936 жылдан бастап Шығыс Түркістаннан кетуге мәжбүр болған Түркия қазақтарының бастан өткен қиын бір тағдыры туралы еді. Türklerinin yol hikayeleriydi. Yani Kazak dilinde kitap çok. Son tabi almayı kıynalып жүргенде 1980 yıllardan basıp olu gerek. Almatı'da Otan Koğam diyen bir koğam kuruluptu. Şetel Kazaklarla baylans jasaytın. Son benim Halife Altay atamız baylans turadı eken. Ben de su adresinden kat yazdım. Onlar bana kitap jibere başladı. Ben Kiril harflerini bilmeydi eken. Sonra Kiril harflerinin qay harfine, Türk'ün qay harfine kelet degan siyahtı tablitsa jasap. Sodan keyin okuy başladım. Biroq keybir sözlerdi tushunmadim. Soндықтан mağan sözlük gerek oldu. Al sözlük çok Türkiye'de Kazakça. Süйтіп, Halife Altay atamızga vardım. Sizde dedim Kazakça sözlük var mı? O var dedi. O da Almatı'da çıkan 2 tomluk түсіндірме sözlük var ekan. Sonu verdi. Kitap бірден басып шығаруға дайын емес еді. Сондықтан біз Халифа Алтаймен бірге бір апта бойы бірге жұмыс істедік. Кітапты бас аяғына дейін қайта бір қарап, баспаға даярладық. Екінші жағынан Халифа Алтайдың бұл кітапта жазылмаған естеліктерін тыңдадық. Ақ қағазға әлі түспеген, бірақ сол кездегі басынан өткерген қиын жайттарды бізге әңгімелеп берді. Өздеріңіз білесіздер, қасиетті Құран кәрімді тұңғыш рет қазақ тіліне ғалым Халифа Алтай аударды. Сол кезде атамыздың 2 бірдей машинасы болыпты. Оның біреуі қазір Қазақстанда мұрағатта сақтаулы тұр екен. Оны атамызға Құран кәрімнің кирилл қарпімен жазылған нұсқасын аударған кезде Азаттық радиосы сыйлаған екен. Сол кезде пайдаланған. Ал бірақ Құран кәрімнің алғашқы нұсқасы төте жазумен аударылған. Ол кезде атамыздың қолында ешбір жазу машинасы болмаған. Сондықтан осы оны Катардан арнайы алдыртқан екен. Қазір ол машина атамыздың балаларында соған сай Халифа атамыздың саусақтары тиген және бір кезде ол кісінің ажырамас серігіне айналған машинасын біз қазір алғашқы болып сіздерге көрсеткелі тұрмыз.
Mine bu maşinka Mınanın davısı men var koy. Töt yazım eren. Esimge keldi. Mınan estigende. Basınız çırağı. Mine. Üstü keşke şekim özü bölmesinde atamız üstüme yazdı koy. Ay canım babam. Ana siyasi da mümkün. Tasılıp kalacak onu. Bizim akemiz en alaşında Kur'an'ın mağına және түсігіні қазақ тілінде төте жазумен жазбақшы еді. Оған бұндай машинка жоқ. Бұл машинканы Қатардан бір Асан Мағерке деген бір кісі мен сізге тауып әкеп берейін деп сол жерден алып келді. Алып келгеніменен бұл қазақтың төте жазуы жазғанына бірнеше қарпы ұқсас болмады. Сәйкес түспеді. Сондықтан әкеміз не қылды? Бұның сол сәйкес түспеген бірнеше қарпы үшін Иранға барып, Ираннан соларды алып келді. 800 мың тана басылған, бұл Қазақстанға тарқатылған. Бұл кириллицкий, қазақтың кириллицкий алфавитімен. Енді ана бұрынғы машинмен жазылған, ол төте жазумен. Ол бұның алдында басылып шыққан. Ол үлкендірек, және оның беті ақ болады. Bunlara kağıt koysa cüre mi acaba? Şurası. Biz bu kadar düzelttik yine, bu kadar da değildi. Üydemen, Onur'men birge göndep, koyup alıp geldim ben bunu. Bir yerden cürüne emine boğuldu, mine. Cüreydi. Geledi. Yürüyeceğim pekten etmiş. Şimdi düz gelecek. Yamuk gidiyor ya. Yamuk gidiyor, o çünkü kağıt küçük. Ondan mı? Şöyle koyalım. Şöyle koy. Ha elde oldu bak anne. Geliyor mu? Geldi bak anne. Düz geldi abi. Sen basıyormuş gibi yapabilirsin şimdi. Ters koysak beyazlar çıkar. Neyse artık. Ay babam nasıl ya tık akşama kadar yazıp şeydi. Del su günler esimde geldi. Ağamın olsunda mesleğinin basını gördüğümde so atamızın dal olsunda oturan bir düşürgen süreti var mende. Eti kişkene nemeresi kuşağını alıp sonda da so özü bölmesinde o kitap yazgan. Tıktık olsun da suman so günlerdi ismi keltirip koğunum bosap kaldı. Baladardık hiç kıymaydık nemereden. O kişi cumhur istep jatır, barman da janne desek de bolma esikti açıp kırıp aladı. Oğan atadarı kolunu açıp kuşağına aldına alıp oturup yazatırım. Sonda ben bir suretke tüsürüp algam. Hazır ağamız da so suretteki atamızga okşapıyor. Sonra benim basımda kiyip oturğanına kepeşim, so әкеміздің тірі кезінде салтанатты күндерде, бір жақсы күндерде басын осы кепешті киіп жүрген сол үстен маған мирас қалды енді. Өте бір сый адамдар о кісіге кепеш сыйлап, кепеш кигізеді, біреу шапан кигізеді әркімді. Şimdi әсіресе мынау енді сол Алтай жағының кепеші. Ekimiz Halife Altay'ın arabetinde Altay aymağı Şingil Avdanı Bulgun Özeni Jarıntı degen yerinde tuğulamdaydı 1917 yılı. Sodan 1933 yılları Ulp azatlık kötülüsünün saldarından 18 bin adam Altay'dan köçtük deydi. Kansu Şinkay buna Tibet'in Sarıcı'nı jonda kesip edip Himalay tavuğunu asıp Hindistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak'tı basıp 1954 yılı Türkiye'nin İstanbul karasında köşe ayaktaldı deydi. Sonda 18 bin adamdan 1400 adam Türkiye'ye aman hesap bakan eken. Sonda 20'dan bir kişi aman kaldı dev bana da indi köşkende aldı. Ekimiz Halife Altay 16 yaştayken.
Unutmagan bir günüm dep aytadi, özde жазады. Со жау басып Taş koranın koğusuna tutup ketken bir dorba asığımda alalmay ketken deydi. 7 kişi eкен. O kişilerin Javdın kolunda kaldı mı, sol yerde şahit oldu mu onu aytpaydı bizge. Men mümkün artta kalan dep oylaymiz. Endi ölüp kaldım mı, tiri kaldım mı onu жазбайды. Batalmadı, aytalmadı bilmeymin. Ayanıştı en kıyın günüm sol gün dedi, biz suralmadık. Odarga ne boldu dep suramadık. Aytmadık. Benim ötünüşümde nege suramadık. 7 kişi koy budar. Özü bir karındası men jengesi den ayrıladı, 5 kişi kaladı. Endi o yolda gele jatkanda o kalgan karındası men jengesi tiri alıp ketdi mi odar? Çok öldürüp tıstadı mı? Onu жазбапtı. So ayanıştılığı tiri alıp ketdi der. Sodan mı dep oylayayım dep bir kişi жазıptı kitabında. Özüne suraptı, suraganda kaytarmaptı. Жөнгане көзüne жас алыпtı. Biz de suramadık. 2 de erkek kardeşi var. 2 kız kardeşi var. Biri Burçin, biri Kuzya. Kuzya kalıp otur. Tiri kaldım, öyle kaldım bilmem de. Kuzya kalıp otur. Сол кезде жақындарынан айырылып, жаны жүдеген тек қана Қалипа Алтай емес. Сонау Алтайдан бастап Қытай мен, Тибет пен, Дүнген мен, одан қалса Үндістан мен Пакистанның арасында қырғынға тап болған елдің бірі туғанынан тірі айырылса, бірі туғанынан өлі айырылды. Тіпті мұсылман халқы болса да дүнгендер сол кезде қазақтың малын былай қойып, ошағындағы қыз келіншекке қырғидай тиген екен. Бақандай дүнгендермен қазақтар сол кезде 6 жыл бойы соғысқан. Одан кейін 5000 адам 1940 жылы Тибетке қоныс аударады. Тибеттің қолайсыз болғандығы сондай, олар шығысынан батысына дейін 1 жыл бойы көшіп жүрген екен. Көштен бөлек, бірақ қазақтың басына басқа бір нәубет келеді. Тибетте mesela өте жоғары жер болғандықтан ыс деген ауыр болады екен. Адамдардың өне бойы ісіп, ірін жара болып, содан қайтыс болады екен. Сонда несеп ішеді екен. Bir-birinin nesebine talasамыз дейді. Баланың nesebine talasайды екен. Сол ішіктен құсып, аман қалғандары да бар. Сол кезде көптеген адамның өліміне себепші болған ыс ауруын Түркия мүлде білген жоқ. Бірақ бұл аурудың кесірінен адамның жаназасын шығармай, жол бойы лақтырып отыруға мәжбүр болғандарын айтты. Жүріп, ербол болғанда, тыныш болғанда, жерге үстін неменемен таспен gene жабып, Kur'an'ı okup kete verdik deydi. Hindistan'da Pakistan ayrılmadan Үнdistanға азып тозып әзер жеткеннен кейін де тірінің тозағында өмір сүрген. Тіпті күнкөріс үшін олардың кейбіріне қайыршыдай садақа бергенін айтып, қатты мұңаятын. Çok üzülüyordu. Әкеміздің анасы Melike деген сол Tibet'te сол ыс ауруынан қайтыс болып, Tibet'te жерледі дейді. Сонда жер қатты қазылмайды дейді мына. Сосын жау да бар дейді. Жоқ, оны сұрап отырмын. Алтайға біз барғандық, бір айттым, Салтоғай деп, соны сұрап отырмын. Жоқ, Алтайға жақын, Салтоғайда. Әуелі Салтоғайда сұрды түрдің Низам хандан ұлы әкімі жүр. Жұбарыш шақтайды. Көңілімде қалмас еді-ау Дариғай, ешбір арман жалғанай. Өмірімде мен Алтайды бір көр алсам, көңілімде қалмас еді-ау Дариғай, ешбір арман жалғанай. Жалғанay. 53. жылы 9. ayda Karaşi'den Türkiye'ye köştü, baskardım deydi. Beşikte yatıp dürdüm, üçüncü жағанайым жоқ еді deydi. Тәрден тұрам, Karaşi'de portқа барам. Mesela 10 semiyyanı bir kemige oturguzam, kelesi günü bir
5 семьяны, 20 семьяны сөйтіп 1954 жылы қаңтар айында ең соңғы көшпен өзім Түркияға бардым дейді. Сонда көшенің алдында әйелі қайтыс болып кетеді. Ол бір қыз жетім қалады. Мен атым Шакира, атаның 3-ші баласымын, қыздардың ең үлкенімін, 1,5 жаста. 1 жасқа толмай қалып отырмын. Үлкен ана деймін мен о кісіге. Өзіміз көргеніміз жоқ. Үлкен ағамыз Абдусеттар Алтан. О кісімен мен өте арам жақсы еді. Мен Норвегияға, Ауропаны бірақ аралатқан кісі еді. Алла рахмет ейлесін. Жаны жәннетте болсын ағамды. Тәмет Алтай, Алла оған да өмір берсін. Onun gün әпекеміз бізге басқа ыстық. Бәрімізді қолдап, қорғап, шешемізді іздеп сұрап жүреді. Hiç ayrılmayımız da, birgemiz, әрқашанда. Teravih taravuk deyip var. Taravuk. Taravukta bizim үйde atı okutatırım. Bırak el jinalıp her gün tünde. O zaman Carapazan da aytadı onu. Carapazan azaplar. Carapazan, Kasım abiler birlikte koşulur. Cumhuriyet abi. Sonra Carapazan'ın aytkan ölüngdür barmız apanın kitaplarında. Şeyi uzun aytadı. Her gün bir cüz. Tamam. 30 günde bir Kur'an bitiyor. Artık böyle oluyor. Ama her gün teravih kılınıyordu bizim. İşte teravihde cüz okuyor. Bir cüz. Bilesizler 77-78'de Қытайда реформа болып, Шығыс Түркістанды айқара әлем қашып жіберді. Сол бүкіл Түркия қазақтарының туыстары табылды. Dini salada bilim жоқ. Сода Халифа атамыз өзінің құтпадарын, басқа dini salada kitapların Шығыс Түркістан қазақтары білесіздер араб әріптеріменен жазады. Байтұрсынның төте жазуыменен. Солар төте жазуға аударып, соған халықтан жанына ақша жиналды. Сөйтіп әйгі kitaplar келген кеткен жолаушылар тегін сол неге жіберді. %78 сол кездерде Қазақстан жазушылар одағы шақырады. Пойызбен кетеді. Сонда бір талай енді иман шарттары, Құран кітаптары қасында ала кетеді. Жаңыз оны ары Совет одағы шекарасы кіргізбейді. Одан бәрін алып қалады. Zaman zaman Kazakistan'a gidiyor. Уақыт өте келе Стамбулда шығарылған діни кітаптарды үнемі Қазақстанға апарып жүргенін айтты. Өйткені сол кездегі халықтың жағдайын жақсы білді. Кеңес үкіметінің дінге қатысты да шектеулерін жақсы түсінді. Halkının düşüncesini biliyordu ve dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin devlet yapısını da biliyordu. Сол кезде неге шақырылған екен? Қонаевтың несіне. Қабылдауына кейін сол қабылдауда көп болған кісілерден естігенім енді. Олар айтады, ол кісі сол бата беріп не қылғысы мен бұл жерде Құран оқимын депті қыз. Бәрі қорғалап не қылып енді ол жерде қалайша не қылады деп. Айтады, Құран оқы, бата берген сонда ана кісілер жетеді. Енді Құранды істеп, ана кісінің батасына қол жайық десе қорғалап, үстелдің астында қолымызды жайдық дейді. Benim atım Aynalkan. Ruhum Ayman boladı. Hamza Zalan degen nemeresi bolam. 16 yaşında dostu atamızın atını bizge aytkanга bolmaydı endi. Endi şey aytып жаткан endi keşiriңиздер айта салайын, Халифа Алтайдын үлкөн келинимин. Апа деп отырған сол кісінің жұбайы, аты Бейбатыш. Сол апамыздың машинесі Пакистанда жұмыс істеген. Осыны Қазақстанда кетерді, маған беріп кеткен. Соны ол кісі кеткеліп көп істетпедік. Соны енді бір етек көйлек тіген бе деп жатырмын енді. Мен апамыз Пакистанда киім-кешек киіп сатқан ғой. Оны Түркияға келгенде бұл машина көп жұмыс істеді.
Onu yine teri tigemiz degende bunun ülkönün alıp buna maşinede kalgan soğuğun turatığın çağırıp koyğanbız apa so Kazakistan'a ketemde buna jasatıp sen özün birdenke tigip jürdep berip ketip edi. Sonra istelik son menen os menen keyde üstüp birdenke tigemizde uğraşamız ama iğne sezimle biraz buzlu kaptı jasatığım gerek. Onun tizasına kelin bolup bardım. So 5 yıl Salil'de uyumuzda birge oturduk. Ata-enemiz birge. Biz uyda tamak isteyimiz, benim lükon kayınsınım var keşe canımda oturgan agi. Şakira degen. Ekomiz uyga qaraymiz. Apata da jumus isteyt, konta get. Men barganda öz bir uyda 14 kişi bolatogumuz. Bala çağa berimiz bir yerde. Esten girip törden çıgam, kelinsin demeyt. Atamız köp jakсы görötogum meni. Atamız maşina aydadı mı? Çok aydagan yok. Velosiped aydagan biz. Salikli degen yerde oturduk koy ota. Bir 3 çakırım jerdeydik biz. Jet ateledeydi bile kiyim degenlerimiz var orada. Sabat kışkentay. Soğan o kezde toluk ne yok öyle. Karıp katlarsan koğamda körlük neler yok da. Sonda velosiped kezdinde yürümedik jas kezdinde. Bir de kışkere misal 6-7 jasta ben arıp verip falan uyuyorum da. Kışkere görüp salla velosipedin altına beni oturguzup sonra dükkanı ala getken. Bir vakti ben de çıkmazdım ben de. Balamız da tuş oturmadım ben bir. Ne bolup velosipedin altından kulak betkep jerge. O gün sonunda esi başka yerlerden oylap артына қарамай кетіп бара жатқан біреулер айқайлаған екен. Ой, болла бала түсіп қалды деп. Артыңызға қараңыз деп сондай бір небетте болған. Назарбай бір жүгілі беріпті атаға. Сыйлыққа үйменен бірге. Ondan aydayın adam çok. Men aydadım, men öz İstanbul'da da aydap jüretogum. Jeteginde tuğuslarımız var. Soğan barıqsı geledi. Endi maşinime jürek de kaydap başla, onu barak degen sekildi. So tuğuslarga barıp kelemiz. Meşitlerge aparam, Cuma günü meşitlerge namazga aparam, akelem. Konak bolgan жердерге barıp kelip turdu. Сөйтіп, 5-6 ay Almatı'da soğusunu maşinime kıdırtıp jürdüm. Türkiye'de Kazaklardan seceresini yazıp çıktı. Bırak Kalipa, Gakıp, Karagelen, Böcey, Sart, Kalıkbay, Şakabay, Esentay. 20 yılmış kemine. Dünya tarihinde bunda ikinci bir köş yok. Ata köşkende 16 yaşında, Türkiye'ye varganda 37 yaşında. Türk hükümeti жақсы қарсы алған. Neticede 1956-57 жылдарында Түркияға келген кезі туралы бізге айтқанда, жаһанамнан шығып, жәннатқа кірген bir жолаушының бақытты хикаясын баяндағандай жеткізетін. Giden bir yolcunun mutluluğunu taşıyordu. 4 yılda 5 yılda деген лагерлерде дейміз, лагерлерде қараған 3 vakit tamak bergen, kiyim, geçek bergen, öner kası üretken, balalarda kutkan, ona gen 6 ay bergen, avul onu atıp bergen, ağzın avlak mal berip, egen yer bergen. Yıla kalmaz en az. Ең аз дегенде 10 жыл ішінде 5 түркі тектес мемлекет тәуелсіздігін алады дейтін. Біз бұны
Халифа Алтайдың елін сағынғандағы арман қиялы шығар деп ойладық. Қарт адамның сөзі шығар деп түсіндік. Бірақ 1990 жылдары Кеңес одағы тарады да 1991 жылы Халифа Алтайдың айтқандары шындыққа айналды. Bir keledi, bir ketedi. Ama atamdan hep istegenim buldu. O ölüründe. Көп сағынам. Үйде babam bir kepeşi var. Hem de iyisi giyemem. Son ölmesinden önce çocuğu da buldum ben. Ayrılgan da karım. Ciberini attı kuşak sesim sıcak ketken. Atanın burun İyisi var mı iken hele? Əlisi olmasa da bakmışsam oylaysın özün. Əli şu esimdə kelib sürümü bosap kaldı mı? Qancha jasga kelsang de, akanda o'ylaysan.